Енді қазір мойнына жаңаға резинка тоқитын боламыз. Бұл тұста айтып өткенмін мен 3,5 мм инебізбен тоқитын боламыз деп. Сол 3,5 мм инебізді аламыз. Енді қазір мойындағы осы бір иығынан бастаймыз. Бір иығынан бастап қазір ілмекті тере бастаймыз. Мен енді қарасаңыздар, бұл тұста мен алдыма қойған кезде сол жақ иығы, яғни менде алдыңғы бөлігінде қарап тұр, бергі беті алдыңғы бөлігінде қарап тұр. Сол кезде сол жақ иығындағы осы бұрышынан бастап ілмекті тере бастаймын қазір. Жұмыс жібімізді аламыз. Енді қараймыз. Бізде иық сызығы бар. Мына тұста иық сызығынан кейінгі міне жиегіндегі бірінші ілмектен іліп отырамыз қазір. Міне осылай қарайтын болсақ, бізде жиегінде осындай оң ілмектеріміз бар. Сол ілмектерден теріп отырамыз. Енді инебізді аламыз. Иық сызығынан кейінгі мына бірінші ілмектің екі арқасынан бірдей көтеріп аламыз. Енді жұмыс жіпті аламыз. 15 см көлемінде ұшын ұзындықты қалдырып, жіпті іліп алып, осындай әдіспен жіпті орап, осы ілмектің ортасынан шығарамыз. Енді жіпті барынша тартуды ұмытпаймыз. Мына тұстағы ұшында оң жақ қолмен ұстап аламыз, инебізге тартып, және екінші осы жіп орамнан келіп тұрған жіпті де тартамыз. Келесі екінші жиегіндегі ілмекті табамыз. Біз осылай қарайтын болсақ, бізде жиегіндегі ілмектер бар. Соның екі қабырғасынан көтереміз. Екінші ілмек, жіпті тартамыз. Әрдайым жіпті тартып тұруды ұмытпаңыздар. Келесі жиегін табамыз. Екі арқасынан өткізіп, үшінші ілмек, және келесі жиегі, төртінші ілмек, жіпті тартып тұруды ұмытпаңыздар. Келесі жиегі 5, жіпті тартамыз. Келесі жиегін қараймыз. Бұл тұста енді бізде жиегіміз біткен екен. Енді келесі жаңаға қосымша жіптегі ілмектерге келіпті кезек. Соларды өткізіп аламыз. Менде бұл тұста енді айтып кеткендей лескада өткізілген. Сол бойынша қазір ілмектерімді ауыстырып аламын. Сіздер жаңағы жіпте болса, қосымша жіптегі болса, соны өткізіп аласыздар. Бұл тұста енді сіздер жаңағы 4 мм инебізге өткізіп алуларыңыз керек. Себебі біз қазір бірден бұл ілмектерді тоқып кетеміз. Сол үшін 4 мм инебізге өткізіп аласыздар. Одан кейін тоқимыз. Бұл тұста жай ғана оң тоқимыз. Барлық ілмекті артқы қабырғасынан оң тоқып аламыз. Соңғы ілмекке дейін. Соңғы ілмекке дейін оң тоқып алдық. Енді келесі иығындағы жиегінен көтереміз. Келесі иығындағы ең бірінші жиегін тауып аламыз қазір. Қарайтын болсақ, міне бізде бірінші жиегі көрініп тұр. Сол жиегінің екі арқасын бірдей көтеремін. Қазір міне осы тұста, міне осы ең бірінші жиегі екі арқасын бірдей көтеріп іліп аламын, жіпті тартамын. Келесі жиегін тауып екі арқасынан екінші, келесі үшінші жиегін екі арқасын көтеріп 3, жіпті тартып отыруды ұмытпаңыздар. Келесі 4, келесі 5. Осы тұста екі жиегінен іліп алған ілмектердің тең болуын қадағалаңыз. Яғни мойын ойығы оң тоқылады, ал екі жиегінен теріп алған ілмек бірдей болуы керек. Екі жағы бірдей тең болуын қадағалаңыздар. Енді арқа бөлігіне көшеміз. Бұл тұста міне бізде иықтарымыз, иық сызықтары, содан кейінгі жиектерінен іліп аламыз. Алдыңғы бөлігінен іліп шықтық, енді келесі арқа бөлігінен іле бастаймыз.
Енді міне иық сызығы, содан кейінгі арқа бөлігінің жиегі бізде. Сол жиегінің екі арқасын көтереміз. Ең бірінші жиегін тауып, екі арқасын көтеріп, бір, келесі жиегінде екі, жіпті тартып отыруды ұмытпаңыздар. Барлық жиегін түгел осылай әдіспен көтеріп шығамыз. Енді мойын ойығына қалдырған ілмектерімізді өткізіп аламыз. Дәл жаңағындай әдіспен барлық ілмекті оң тоқып аламыз. 4 мм ине бізге өткізіп, барлық ілмекті оң тоқисыздар. Дәл жаңағы әдіспен. Барлық ілмекті оң тоқып алдым. Енді келесі иықтарындағы осы жиектерінен теріп аламыз. Яғни жаңа арқа мойын ойығын тоққанға дейін қанша ілмек теріп алдық, бірінші жиегінен дәл сонша ілмек теріп аламыз. Осы жиегінен екі жағын бірдей болуын қадағалаңыз. Енді қазір санап шығамыз, қанша ілмек бар екенін. Яғни айтқым келгені, бұл тұста ілмек саны жұп болу керек. Тақ болып қалмасын, жұп болу керек. Егер де тақ болып қалған болғанның өзінде, қазір қалай жұп жасауға болатынын сіздерге көрсете кететін боламын. Енді бұл тұста маркерді осы тоғманың басжағына, яғни бастамасына салып қоямыз. Енді бірде-бір резинкасымен тоқимыз ілмектердің барлығын. Бірінші ілмекті теріс бастаймыз. Мына жерде бірінші ілмек бізде созылып тұр, себебі мына жіппен бастаған болатынбыз. Соны оң жақ қолға ұстап аламыз. Жұмыс жібімізді екінші саусаққа ілеміз де тоқуымызды бастаймыз. Бірде-бір резинка. Бірінші ілмекті теріс тоқимыз. Жоғары жағынан салып, теріс тоқып аламыз. Келесі екінші ілмекті оң тоқимыз. Алдыңғы қабырғасын астынан салып, оң тоқимыз. Келесі ілмекті теріс тоқимыз. Жоғары жағынан салып, келесі ілмекті оң тоқимыз. Бұл тұста біз жіпті қанша тартып тоққанның өзінде бос болып тұр. Сол себепті қатты тартуды ұмытпаңыздар. Келесі ілмекті теріс, келесі ілмекті оң, келесі ілмекті теріс, келесі ілмекті оң. Яғни осындай кезекпен тоқимыз. Енді теріс ілмек келдік. Енді егер сіздерде тақсан болып қалған болса, бір ілмекті қалай іліп алуға болатынын көрсете кетейін. Бұл тұста енді біз жаңа жиегінен іліп алған ілмектерді тоқып алғаннан кейін мойын ойығындағы ілмектердің арасынан бір ілмекті қосып аламыз келесі әдіспен. Енді міне қарайтын болсақ, бізде аралықта осындай жіп бар. Міне осы екі ілмектің ортасында міне аралық бар. Мына жіпті айтып тұрмын. Осы жіпті көтеріп, сол жақ ине бізге кигізесіздер. Кигізіп алдыңыз. Мысалы, сіз теріс ілмекпен аяқталып тұр сіздікі. Демек, іліп алған ілмекті оң тоқу керек. Ол үшін, мына тұста тесік болып қалмас үшін, мұқият қараймыз. Іліп алған жіптің арқасынан көтеріп қайтадан осындай көріністе шешіп аламыз. Енді қайтадан сол жақ ине бізге осындай көріністе кигіземіз. Міне, сол жақ ине бізге кигіздік. Енді осының артқы қабырғасына өтеміз. Енді бұл тұста кішкене қиындау болады. Екі қолдың көмегімен арқа бөлігіне өтіп, осыны оң тоқып аламыз. Міне, осындай көріністе оң тоқып, біз бір ілмек қосып аламыз. Егер тақ болып қалған болса, осындай әдіспен бір оң ілмек қосып аласыздар. Енді менде жұп қатар, жұп сан, себебі сол үшін де ешқандай ілмек қоспай, оң теріс резинкамен тоқуды жалғастырамын. Яғни айналдыра оң теріс резинкамызды тоқимыз. Жалпы айта кетейін, мен бұл бірде-бір резинкасын мойын ойығына да 5 қатар тоқимын. Яғни екі жеңінде де және мойын ойығында да менде 5 қатардан болады резинканың көлемі. Ал сіз өзіңізге керек резинка қатарын тоқисыз. Міне мойын ойығындағы жаңағы бірде-бір резинкасын 5 қатар көлемінде тоқып алдым. Осы тұсқа келдім. Енді қазір бекіте бастаймыз. Бұл тұста мен бірде-бір резинкасын иненің көмегімен бекітетін боламын. Сол кезде бізде осындай көрініс пайда болады жиегінде.
міне резинкамыз созылыңқы осындай әдемі көрініспен бекітетін боламыз. Әртүрлі әдіспен бекітіп алуға болады, бірақ бізде кішкене резинкамыз созылыңқы болу керек. Сол тұсын мұқият қараңыздар. Басқа әдіспен бекітетін болсаңыздар, мойыны былай тырысып қалмасын. Себебі баланың басынан өткен кезде еш қиындықсыз өткені жақсы. Енді бекіту үшін маркерді алып тастай, маған қажет емес. Бірінші жіптің көлемі бізде осы мойынын айналдыра өлшегенде 3 айнала өлшемге келу керек, яғни ұзындығы. Мысалы, осы тұста қазір мен жіпті өлшеп көрсетемін. Міне, мысалы, жаңағы жұмыс жіпті алып, мойынға ораймыз. Осы шамамен осы резинканың бойымен орап шығамыз. Яғни қазір бір орам жасап аламын. Міне, айналдыра орам жасап. Міне, осы бізде бір орам. Осыны қазір біз 3 еселеуіміз керек, яғни 3 есе болу керек. Міне, осылай айналдыра орап алған кезде бізде 3 ора алатындай жіп қалу керек. Яғни міне бір орам, кейін 2, 3-ші орамды орап алып, сіздер есептеп алсаңыздар болады. Көрсете кетейін, және жаңағы 2-ші орамда да дәл солай орап алсақ болады, және 3-ші орамда да дәл солай шамамен орап жіптің ұзындығын аламыз. 2-ші орам және келесі 3-ші орам. 3-ші орам жасадық. Мен де енді бұл тұста мен орам жасап, ендігі жіпті қиып алған болатынмын. Міне осылай 3 орам орадым, және кейін тағы да ұшын ұзындау қалдырып кесіп алдым жіпті. Сіздер де солай мойынды орағанда 3 рет жететіндей жіп қалдырып кесіп аласыздар. Керекті ұзындықтағы жіпті қиып алғаннан кейін бізге осындай иненің көмегі қажет болады. Енді жіпті инеге өткіземіз. Жіпті инеге өткізіп алып, келесі бастаймыз. Бірде-бір резинкамызды бекітуді бастаймыз. Міне, ең бірінші теріс ілмек бізде. Осы теріс ілмекті жоғары жағынан салып, шешіп аламыз. Міне, жоғары жағынан салып, шешіп аламыз. Және жіпті тартып шығарамыз. Осы ілмектен тартып аламыз. Тұста ине бізіміз оралып қалмасын, соны қадағалаңыздар. Міне, шешіп тартып алдық. Міне, жібімізді өткізіп алдық. Міне бізде теріс ілмек. Енді келесі оң ілмекті де дәл солай жоғары жағынан салып, шешіп аламыз. Жоғары жағынан салып, шешіп алдық. Және тартамыз жібімізді. Осылай ілмектерді ұстап тұрып, тартып аламыз. Тарттық. Міне, осындай әдіспен. Қатты тартып тастамаймыз, мен орташа осындай ілмектеріміз көрініп тұратындай көріністе тартып аламыз. Міне оң ілмекті де шешіп алдық. Ендігі келесі қазір жасалынатын әдістер қайталанады. Яғни қазір 2 әдіспен барлық ілмектерді бекітіп шығамыз. Келесі, міне, мұқият қараймыз. Мына теріс ілмекке ораламыз. Бізде сыртқы бетінде бұл. Бізде теріс ілмек болса, ішкі бетінде ол бізде оң ілмек болып көрінеді. Міне бізде оң ілмек осы болып көрінеді. Енді осы ішкі бетінен қазір осы оң ілмекке саламыз, яғни міне осы тұстағы. Енді қараймыз, жаңа біз өткізіп алған жібіміз міне тұр. Міне көрініп тұрады өзі. Өткізіп алған жібіміз тартатын болсақ та білінеді. Міне біздегі жаңағы бір қабырғасы. Яғни сыртқы бетінен қарағандағы теріс ілмектің бір қабырғасы. Дәл осы тұстан қайтадан инені саламыз. Міне жоғары жағынан ішіне қарай саламыз. Салып алдық. Енді келесі ине біздегі теріс ілмекке келеміз. Бір ескеретін тұс, мойын ойығында менде теріс ілмегім жаңағы келесі әдіспен жатыр. Міне, егер жаңа жеңін бекіту барысында менде ілмектерім осындай көріністе жатқан болса, міне жоғарыдан төмен қарай салып алатын көріністе жатқан болса, ал мойын ойығындағы менде теріс ілмектер керісінше жатыр. Сол себепті мен астынан үстіне қарай іліп отырамын. Астынан үстіне қарай. Ал егер сіздердің ілмектеріңіз осылай жатқан болса, міне осындай көріністе жатқан болса, бағанағы жеңін бекіткендегідей көріністе жатқан болса, онда сіздер еш қиындықсыз солай үстінен астына қарай бекітіп шешіп аласыздар теріс ілмекті. Сол жағына мұқият болыңыздар.
Міне, инебіздегі теріс ілмекті келесі әдіспен керісінше ішінен сыртына қарай саламыз инені. Міне, осындай әдіспен ішінен сыртына қарай салып, шешіп аламыз. Шешіп алдық. Енді тартамыз жібімізді. Тартамыз. Яғни өткізіп аламыз осы екі ілмектің бойынан. Міне, осындай көріністе. Қатты тартып тастамаймыз және қатты босалмаймыз. Осындай көріністе міне өткізіп алдық. Енді келесі оң ілмекпен жұмыс істейміз. Міне, біздегі оң ілмегіміз. Міне, бұл тұстада жаңағы бірінші ілмегімізді табамыз. Бұл жерде де мұқият болыңыздар. Міне, бізде екінші қабырғасын табуымыз керек оң ілмектің. Мынау бізде жаңағы өткізілген жіп, өздеріңіз осылай тартып тексеріп көрсеңіздер болады. Өткізілген жіп, соның астында, міне, соның астындағы ілмекті тартатын болсақ, міне оң ілмегіміз шығады. Міне, осылай иненің көмегімен тартып алып, оң ілмекті шығарып аламыз. Біз енді осы мына бергі бетіндегі қабырғасынан өтеміз. Міне, сыртынан ішіне қарай өтеміз, яғни жоғарыдан арғы бетіне өтіп, келесі оң ілмекті де сыртынан ішіне қарай өтеміз. Міне, осындай көріністе сыртынан ішіне қарай өтіп, шешеміз инебізден және бергі бетіне жіпті тартып шығарамыз. Мына тұста мына инебіз оралып қалмасын, сол жағын мұқият қараңыздар. Міне, осындай көрініспен тартып шығарып алдық. Осы екі әдіс барлық қазір ілмектерді бекітуге осы екі әдісті қолданамыз. Міне, енді келесі қайтадан жаңағы бірінші әдіске көшеміз, яғни ішкі бетіндегі оң ілмекке көшеміз. Міне, ішкі бетіндегі оң ілмек міне бізде осы. Осының жаңағы бекітіп алған қабырғасын табамыз. Бұл тұста да мұқият болыңыздар. Басқа ілмектің бойынан емес, дәл жаңағы шешіп алған ілмекті табуымыз керек. Өзі білініп тұрады, қарасаңыздар. Міне, ең бірінші ілмегіміз осы. Осылай ілмегімізді тартатын болсақ, екінші қабырғасына бергі бетіне өтуіміз керек. Міне бізде ең бірінші ілмектің бергі қабырғасы. Сол тұсын мұқият қараңыздар. Бұл тұста өткізілген жіп міне төбесінде осындай көріністе тұрады. Міне, осы арқылы тауып алсаңыздар болады. Міне, бізде жаңағы жұмыс жібіміз сол қай ілмектің басында тұр. Міне, осының төбесінде тұр. Яғни міне оның қабырғасы. Міне, көрдіңіздер ме? Жаңағы өткізіп алған жіп міне тұр. Яғни осы ілмек. Осылай тауып алсаңыздар болады. Бұл тұста да міне жоғарыдан ішіне қарай өткіземіз. Жоғарыдан ішіне қарай өткізіп аламыз. Барлық жіптен өтуді мұқият қараңыздар. Міне осындай көріністе өткізіп алдық. Келесі инебіздегі теріс ілмекті ішінен сыртына қарай. Ішінен сыртына қарай және шешемізді, жібімізді тартамыз. Міне осындай көріністе тартып аламыз. Енді келесі оң ілмекпен сыртындағы оң ілмек. Міне бізде қабырғасы ендігі көрініп тұр, бір қабырғасы. Соның келесі екінші қабырғасын табамыз. Яғни былай ортасын ашып, екінші қабырғасын тауып аламыз. Міне бізде екінші қабырғасы. Сол екінші қабырғасынан да сыртынан ішіне қарай жібереміз. Және келесі инебіздегі ілмекті де дәл осындай қалыппен жоғарыдан төмен қарай өткізіп, шешіп аламыз да жібімізді тартамыз. Мына тұста міне ілмектердің кейбір осы жіптері ілінбей қалады. Сол тұстарына мұқият болыңыздар. Және жібімізді тартып шығарамыз. Жібімізді тартып міне шығарып алдық. Енді екінші әдіс жаңағы ішкі бетіндегі оң ілмекке келеміз. Бұл тұста да табамыз. Міне бізде көрініп тұр бір қабырғасы. Келесі қабырғасы кішкене осылай ашатын болсақ, міне осы тұста тұр. Міне бізде екінші қабырғасы. Дәл солай сыртынан ішіне қарай саламыз да теріс ілмек инебіздегі. Бұл жерде керісінше міне ішінен сыртына қарай шығарамыз. Және шешіп аламыз да жібімізді тартамыз. Басында қиын болып көрінеді, бірақ жасай келе, осымен бекіте келе сіздерге түсінікті болып, оңай болып тезірек бекітіп аласыздар.
жібімізді тартамыз. Келесі оң ілмектерге келеміз. Сыртқы бетіндегі бұл тұста да қабырғасын табамыз. Міне бізде бір қабырғасы, ортасын былай ашатын болсақ, екінші қабырғасы шығады. Міне жоғарыдан ішіне қарай, яғни сыртынан ішіне қарай, және ине біздегі ілмекті де жоғарыдан төмен қарай өткізіп шешіп аламыз да тартамыз. Тарттық. Енді ішкі бетіндегі оң ілмекке келеміз. Ішкі бетіндегі оң ілмек міне бір қабырғасы, ортасын ашатын болсақ, екінші қабырғасы міне осыған өткізіп аламыз. Және келесі ине біздегі теріс ілмекке осындай көрініспен өткізіп шешіп аламыз да жібімізді тартамыз. Және жіпті қатты бос тартып тастамаңыздар, жиегі бос болып, волна болып қалмасын, сол жағына да мұқият болыңыздар. Егер бұл әдіс қиын болып жатса, онда басқа әдісті алдағы уақытта шығаруға тырысамын. Енді міне келесі бергі сыртқы бетіндегі оң ілмекке келеміз. Бұл тұста кішкене оң ілмегіміз ары қарай тартылып қалыпты. Соны осындай көріністе шығарып аламыз. Міне бізде бір қабырғасы, келесі екінші қабырғасы ортасын ашатын болсақ, міне осы қабырғаға саламын. Және келесі ине біздегі оң ілмекті шешіп алып, өткіземін жіпті. Енді ішкі бетіндегі оң ілмекке келеміз. Міне бізде жаңағы бір қабырғасы көрініп тұр. Ортасын ашатын болсам, міне екінші қабырғасы шығады. Және соны іліп аламын. Ине біздегі теріс ілмекті міне ішінен сыртына қарай шешіп аламын да жіпті тартамын. Келесі оң ілмекке келеміз. Бергі сыртқы бетіндегі міне менде бір қабырғасы. Соның ортасын ашсам, қазір екінші қабырғасını шығарып аламын. Міне осындай әдіспен. Міне екінші қабырғасынан саламын. Жоғарыдан ішіне қарай, және осы екінші ине біздегі оң ілмекті де дәл осындай көріністе салып шешіп аламын да жіпті тартамын. Енді ішкі бетіне келеміз. Ішкі бетіндегі оң ілмек міне мына жерде көрініп тұр. Жаңа қабырғасы және екінші қабырғасы міне осы. Содан өткізіп аламын. Барлық жіптерді ілуін қадағалаймыз. Өткізіп алдым. Енді келесі теріс ілмекті ішінен сыртына қарай шешіп аламын да шешіп алып жіпті шығарамын. Енді бергі сыртқы бетіндегі оң ілмек міне бір қабырғасы. Бұлай көтеретін болсақ, кішкене білінеді. Міне бір қабырғасы. Сол қабырғаны бұлай ашып, екінші қабырғасын тауып аламын. Міне. Енді келесі ине біздегі оң ілмекке өткізіп, жіпті тартып шығарамын. Міне осы екі әдісті қайталап отырып, айналдыра бекітіп шығамыз. Қазір соңғы бір-екі ілмекке келгенде тағы да сіздерге ары қарай қалай бекіту керек тұсын көрсетемін. Енді сіздер, мен қазір видеода бірінші әдіс және екінші әдіс деп жазып кетемін, сіздерге түсінікті болу үшін. Сіздер видеоны сол тұсқа қойып, осы екі әдісті қайталап бекітіп шықсаңыздар болады. Яғни жаңа бірінші әдіс деп шыққан тұсына қойсаңыздар, одан кейін екінші әдіс, сол екі аралықты қайталап отырып бекітіп шығасыздар. Міне соңғы екі ілмекке де келдім. Келесі менде теріс ілмек, яғни мен ішкі бетіндегі оң ілмекті қазір бір қабырғасынан өткізіп аламын. Яғни міне бізде осы бірінші ілмек жаңағы бір қабырғасы және соның қасындағы екінші қабырғасынан міне сыртынан ішіне қарай өткізіп аламын да келесі теріс ілмекті жаңағы әдіспен ішінен сыртына қарай шешіп аламын және жіпті өткіземін. Енді келесі бергі бетіндегі оң ілмекке келемін. Бұл тұсында да жұмыс жіпті тартып, ілмегімді шығарып аламын. Және бергі қабырғасына өтемін қазір. Бергі қабырғасына өтіп, ине біздегі ілмекті шешіп аламын. Және жібімді тартамын. Жіпті тарттым.
Енді ішкі бетіндегі жаңағы соңғы теріс ілмек. Міне осының қабырғасын қазір міне бергі қабырғасына өткізіп аламын инені. Енді келесі міне соның қасындағы міне оң ілмекті табамыз. Міне соның қасындағы оң ілмек, соның ең бірінші қабырғасын табуым керек. Міне менде ең бірінші қабырғасы маған көрініп тұр. Сол қабырғасын астынан керісінше төменгі жағынан үстіне қарай өтемін. Міне осындай әдіспен өтіп шығарып аламын. Шығарып алдым. Енді бергі бетіндегі соңғы оң ілмектің қабырғасын табамын. Мына жұмыс жіпті тартатын болсам, менде міне шығады. Міне менде шықты қабырғасы. Міне бергі қабырғасына өтіп, келесі қасындағы оң ілмектің бірінші ілмегін табуға тырысамын. Міне шамамен осы тұстан менде бірінші қабырғасы сияқты осыны саламын да шығарып аламын. Міне осымен бекітуімізді аяқтадық. Міне енді қазір осы жібімізді бірден жасыра кетейік. Ішкі бетіне айналдырамыз да жаңағы міне инені келесі әдіспен қазір жіпті нықтылап аламын. Міне шамамен осы тұсқа салып, келесі ішкі бетіне өткізіп тартамын. Жібімді кішкене бекітіп алдым. Енді қазір осы оң ілмектердің бойына жіберемін. Міне ішкі бетіне келсек, міне оң ілмектің жиектері, міне осы оң ілмектің жиектеріне бекітеміз бір қабырғасына қарай. Міне қарасаңыздар, міне бір қабырғасы, яғни бір жиегі осындай көріністе болады. Міне осындай әдіспен өткіземін. Жоғарыдан салып, сыртына шығарамын. Міне ішінен салып, сыртына шығарамын да инені тартамын. Келесі екінші қабырғасына да дәл солай ішінен сыртына қарай шығарып аламын. Және келесі үшінші қабырғасына да дәл солай. Және келесі төртінші қабырғасына да дәл солай. Және келесі бесінші қабырғасына да дәл солай. Жіпті тартып отырамыз. Келесі соңғы алтыншы қабырғасына да дәл солай шығарып аламын. Арғы бетіне өткізіп алдым міне. Енді бергі бетіндегі мына қабырғамен мен қазір кішкене тағы жоғары шыққым келіп тұр. Жібім нық бекітіліп тұру үшін. Сол себепті міне осындай көрініспен айналдырып аламын да мына бетіне өтемін. Бұл тұста міне жай ғана мына қабырғасына сырт жағына қарай шығып аламын. Енді келесі жоғары жағындағы міне екінші қабырғасының сыртынан ішіне қарай, бұл тұста керісінше сыртынан ішіне қарай саламын. Және келесі соның жоғары жағындағы да сыртынан ішіне қарай. Және келесісіне сыртына ішіне қарай. Келесі міне осы мына шетіне жетпей осы тұстан тоқтаймын. Жіпте мына ілмегімізді тартып кішкене түзулеп аламыз. Енді мен келесі осы ілмекке өткім келіп тұр, былай төмен қарай бекітіп кету үшін. Сол себепті мына қабырғасының ішіне сыртына қарай міне осылай өтіп аламын да келесі қабырғаға ауысып аламын. Енді жаңағы әдіспен төмен қарай бір түсіп шығамын, яғни ішінен сыртына қарай. Бұл тұста мен қазір барлық ілмекті бірден инеге осылай іліп аламын. Міне бір ғана жиегін осылай орап алып өткізіп шығарамын. Міне өткізіп шығардым. Енді осы ілмектердің арасынан ары өтіп кетемін да енді түзулеп ілмектерді жіпті қия берсем болады. Осы тұста міне кішкене жеткізбей қиып аламын. Жуғаннан кейін түбінен қиып тастаймыз. Міне мойынын толық бекіткендегі көрініс осындай болады. Бізде жиегі міне осындай созылыңқы қалыпта. Кішкене хлопок жібі бұл резинкаларды көп ұстамайды. Кішкене волна сияқты болып көрінуі мүмкін. Міне осындай
әдіспен бекітіп алдық. Осымен жилет тоқу шеберлік сабағымыз аяқталды. Барлық тұсы түсінікті болды деген ойдамын. Қиындықтар туындап жатса, комментарий қалдырыңыз немесе жекеме жазыңыз. Мен жауап беруге тырысамын. Енді бұл жерде артық жіптерін жасыру керек. Артық жіптерді жасыру әдісін бөлек видеомен шығаруға тырысамын. Немесе менде тағы да футболка жилет тоқу шеберлік сабағым бар. Сол тұста 8-ші бөлімде соңына таман толық жіптерді жасыру әдісім көрсетілген. Сол видеоға өтіп, сол арқылы жасырып шықсаңыздар болады. Егер мен ссылкасын қоя алсам, описанияда қалдырып кетемін сол шеберлік сабақта. Немесе сол шеберлік сабақтан үзіндіні мен бөлек жіп жасыру әдісінің видеосын алдағы уақытта салуға тырысамын. Және жилет жууға келсек, қарапайым жуылады. Қолмен жуып аласыздар. Судың температурасы 30 градус болу керек. Немесе арнайы кір жуатын машинада жууға болады. Арнайы шерсть ручная стирка режимінде 30 градуста сығу обороты 400 болу керек. Бірақ полухлопок жібін машинкада жусақ, кішкене түйіршіктер пайда бола ма? Менде сондай болды. Содан кейін мен қолмен жуамын да, тек сығатын кезде ғана сол машинкада сығып аламын. Сығу обороты 400. Қолмен жуған кезде бұны бұрауға болмайды. Енді толық видеосын осы жилетті жуу барысында алдағы уақытта міндетті түрде шығады. Осы видеодан кейін жуу барысы шығады. Сол әдіспен жилетті жуып аласыздар. Енді сіздерге қолдарыңызға қуат, өздеріңіз ойлағандай жилетті тоқып аласыздар деген ойдамын. Барлық тұстарын барынша жеткізіп түсіндіруге тырыстым. Еш қиындықсыз тоқып алып, сіздердің көңілдеріңізден 100% шығады деген ойдамын. Өте әдемі, қарапайым жилет. Жылулығымен бірге сұлулығын сыйласын бөпелеріңізге немесе немерелеріңізге. Баршаңызға рахмет. Келесі шеберлік сабақтарда кездескенше.